Ассалаумағалейкум, қадірменді достар, бокс жанкүйерлері, боксты жақсы көретін, боксты сүйетін біздің отандастар. Мен қолымда мынау менің кітабым. Менің атым Әли Қамбаров. Мен жазған кітабым, бұл 22-ші жыл шыққан кітап. Қазақ бокс әліппесі. Қазақ бокс әліппесі бұл боксшылар мен жас бапкерлерге ұсынылған жұдырықтасудың теориялық, әдістемелік түсініктеме құралы. Екі ауыз сөзбен айтқанда, бұл қимыл өнер меңгерудің алғашқы қадамдары және айла шеберлікті шыңдау жолдары. Оның қазақи таным тұрғысынан берілген әдістемелік оқулық. Міне, бокс турасында негізгі қажетті делінген ақпарат толық берілген. Қимыл қозғалыс пен шеберліктің қыр-сыры тарқатылып, жұдырықтасудың айла тәсілдері ашылады. Бокстың ережелері, айла амал, әдіс тәсілдердің түсіндірмелері мен анықтамалары ұғынықты тілмен беріліп, жеңіл және өте қызықты оқылады. Сол себепті қазақ бокс әліппесі жас былғары қолғап шеберлері мен жас бапкерлер үшін таптырмас дүние. Аталмыш кітап қазақ балаларына бокстың негізін үйрететін кітап болуына сенім мол деп мен бұл кітаптың бастамасына жазған. Бұл кітаптың жалпы шығу тарихына келсек, бұл кітап 20 жыл бұрын негізі басталған. Сол кезде әртүрлі өзімнің күнделіктерінде жазып, жаңағыдай әр жаттығуларды енді бапкер болғаннан кейін алдын ала дайындалып, жаңағыдай жаттығуларды жазасың, дайындықтардың бәрін. Сол күнделікті жазылған дайындықтар менде бір 10 шақты кітап бар. 10 шақты кітап емес, енді 10 шақты күнделік. 10 жыл бойы жиналған күнделіктер менде сақталған. Сол күнделіктерді қарап отырып, ақтарып отырып, мен түсіндім бұл кітап дайын тұрған. Себебі сол жердегі мәліметтер, 10 жыл, 15 жыл бұрын болған жаңағыдай тұжырымдар, менің ойларым бокс туралы. Соның бәрі сол жерде жазылған. Соны қарап отырып, мен түсіндім бұның кітап дайын болған. Енді оны жазу үшін мен шамамен 4 жылдай жұмсадым.